Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 12 ақпан 2023 жыл. Мындай бір сұмдық заң шығып отыр. Мына ЕГОВтың ішіне кіреміз, открытое правительство. Сосын мына жерде открытый НПА дейді. Ол деген заң. Ішінде біздер заңға дауыс бере аламыз. Ішіне защита детей от насилия деп терсеңіз, защита детей от насилия. Поиск. Мындай бір сұмдық заң шығып отыр. 21 ақпанға дейін обсуждение болады. Об утверждении комплексного плана о защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечения их прав и благополучия. Мына заңның не екенін айтайын мен деген. Бұл заң деген, қысқаша айтқанда, енді мында ішінде ашпасаң сөздер көп, өтірік сөздер. Қысқаша айтқанда, бұл заң деген Европада, шетелде өте қатты жұмыс істейтін заң, мясорубка сияқты жұмыс істейді. Бұл заң ішінде мысалы мектепте сіздің балаңыздың настроение шамалы деп, мысалы мектептің психологы айтатын болса, немесе бір доғдар айтатын болса, онда сіздің балаңызға психотропный препараттар, наркотический психотропный препараттар сіз балаға беруге мәжбүрлейді, міндеттейді. Егер сіз бермесеңіз, ювенальный закон, Қазақстанда бар ғой ювенальный закон, сол ювенальный закон жұмыс істейді де, сіздің балаңызды тартып алады. Қысқаша айтқанда осылай. Қырған комментарий, дизлайктар толып тұр. Комментарийдің бәрі отрицательный комментарий, мұнан бәрі өтірік 85 комментарий положительный, бәрі отрицательный. Ішінен оқып қарасаңыз комментарийда көресіз заң не туралы екенін. Сондықтан уақыттарын 5 минут уақыттарын бөліп ЕГОВқа кіріп, мынаған енді қарсы болу керек заңға.